балық ұстауға молодец. Давай балға олай Ақтөбеде төтенше жағдай жарияланғаннан кейін бау-бақша тұрғындары түні бойы қауіпсіз жерге көшірілді. 1000 жарымға жуық адам қала мектептеріне орналастырылды. Шаһар ішінен өтетін Елек өзенінен әлде су келіп жатыр. Облыс орталығындағы ахуалды бағамдаудың өзі қиын. Қазір Елек өзенінің жағасында үздіксіз су келіп жатқан орындар белгіленген. Негізінен су Сазды және Ақтөбе су қоймаларынан әлсін-әлсін ағуда. Одан бөлек мұнда тағы бірнеше бағыттан құйылуда. Сондықтан түні бойы осы өзеннің жағасындағы бау-бақша ұжымдарын осы маңдағы тұрғындарды эвакуациялау жүрді. Атап айтқанда 18 ұйымнан қаладағы 22 мектепке адамдар жеткізілген. Қазір 1500-ге жуық адамның эвакуацияланғаны белгілі болып отыр. Оның 623 бала. Бұл жұмысқа төтенше жағдай қызметі, полиция, әкімдік және өзге де ұйымдардан 600-ге жуық өкіл жұмылдырылған. Әлішер Сарбаев, облыстық төтенше жағдай басқармасының бас маманының айтуынша, 1413 адам қауіпсіз жерге шығарылған. Уақытша орналастыру пункттерінде барлық қажетті заттар, азық-түлік өнімдері, бүкіл қажеттілік қамтылған. Эвакуациялау жұмыстарының нәтижесінде зардап шеккен адам болмапты. Бұл пункттерге апарылған адамдарды қажетті азық-түлік және өзге заттармен қамту жүріп жатыр. Қазірдің өзінде ақтөбеліктерден гуманитарлық көмек қабылдауға арналған 2 орталық ашылды. Облыс орталығынан өзге төтенше жағдай режимі жарияланған Қобда, Мұғалжар және Темір аудандарында суға кеткен үйлерді тазарту, инертті материалдар төсеу жұмыстары күні-түні жалғасуда. Бұл шараларға Маңғыстаулық жасақ пен әскерилер де атсалысып жатыр. Қазірдің өзінде тек Қобда ауылында 90-нан астам үйге су кіргені белгілі болып отыр. 3 ауданда да елді мекендерге су келместен бұрын тұрғындар қауіпсіз аумаққа шығып үлгерген. Ақтөбедегі әуежайдың жұмысына еріген су әсер етті. Су тасқынына байланысты әуе айлағы ұшуларын уақытша жапты. Әуежайдың баспасөз қызметі ағымдағы ұшу кестесін әуежай және авиакомпанияның ақпарат қызметінен тексеру қажет екенін атап өтті. Ұшу-қону жолағын тазалау жұмыстарына байланысты әуежай бірнеше сағат бойы қабылдау және шығару үшін жабылды. Ауа райының қолайсыздығы өңірді таңғалдырды. Жем қаласында бұрынғы аэродромға апаратын көпір опырылып түсті.